Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды мәселені зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Кейде қалауымызды жүзеге асыру мақсатында кредит алу үшін банкке жүгінеміз. Иә, қаржылық мүмкіндіктерімізді асыра бағалап жіберетінімізде жасырын емес. Аталмыш тәуекелдердің алдын алу мақсатында кредиттің мақсатын айқындап алайық. Пайдалы кредит бизнеске немесе үй шаруашылығы қажетіне алынған кредит. Мұндай кредит қосымша табыс табуға мүмкіндік береді. Пайдасыз кредит түрлі сатып алулар мен күтпеген оқиғаларға жұмсалатын кредит. Бұл кредиттен табыс таппайсыз, керісінше қарызбен қоса үстеме пайыз төлейсіз. Бұл жерде жинақ ақша мен жұмсалмайтын қорды пайдаланғаныңыз дұрыс болар еді. Кредитке алынған активтерден түскен табыс кредит құнынан жоғары. Кредитке алынған табыс оның құнынан төмен. Кредит тауар құнынан қаражат үнемдеуге және қосымша табыс табуға мүмкіндік берді. Кредитті пайдаланғаннан кейінгі түскен табыс кредитті өтеуге жеткіліксіз. Кредитті өтеуге және табыс алуға жеткілікті табыс алынған кредит есебінен түсті. Кредиттен өзге жеке жинақ ақшаларыңыз немесе бизнесіңіз бар. Қанат автокөлікті 3 жылға кредитке алып, жұмыстан тыс уақытта жеке тасымалдаумен айналысады. Автокөлікті пайдалану мерзімі кредит мерзімінен ұзағырақ. Кредит жабылды, ал автокөлік Қанаттың меншігіне қалды. Оған қоса автокөлік қосымша табыс әкеледі. Демек, бұл пайдалы кредит болып есептеледі. Нұрлан бұзау сатып алу үшін 9 айға кредит алды. 6 айдан кейін бұзауларды сатып жіберді. Нұрлан бұзауларын сатып табыс тапты, бірақ кредитті өтеуге жалғастыруда. Кредит мерзімі бұзауларды өткізу мерзімінен жоғары. Біз қандай кредиттердің болатынын анықтадық. Нәтижесінде, ең пайдалы деген кредиттің өзі дұрыс өтемеген жағдайда проблема туындайтынын білдік. Ендеше, төлем қабілеттілігімізді дұрыс бағалауды үйренейік. Бұл үшін келесі формуланы қарастырайық. Алымына кредит бойынша ай сайынғы төлем сомасын көрсетеміз. Бөлгішінде отбасының жалпы табысы мен шығыстарының арасындағы айырмашылығын жазамыз. Шыққан нәтижені 100%-ға көбейтеміз. Көрсеткіш 70%-дан кіші болуы тиіс. Егер көрсеткіш 70%-дан артық болса, онда берешекті өтеу қиындық туғызатын болады. Бірнеше кредит алып, оларды уақытылы өте алмаған жағдайда кредиттің шамадан тыс алынуы дейді. Кредиттің шамадан тыс алынуының белгілері болып табылатындар. Егер сіздің төлеміңіз сіздің табысыңыздан артық болса, ол сіздің шамадан тыс кредит алғаныңызды білдіреді. Сіз бұрын өз қаражатыңызға сатып алатын затты қазір кредитке алатын болдыңыз. Сіз қолданыстағы кредитті өтеу үшін жаңа кредитті пайдаланасыз. Кредиттің мерзімін ұзарту шараларын жасаудасыз. Сәйкесінше, айыппұлдар мен өсімақы төлеулеріңізге тура келеді. Кредит бойынша төлем жүргізу үшін жинақ ақшаңызды пайдаланасыз. Отбасының ағымдағы шығындарын өтеу үшін кредит пайдаланасыз. Оң кредиттік тарихтың қалыптасу үшін өтем мерзімінен кешіктіру мен өтемеу жағдайларының алдын алған жөн. Өтеу мерзімінен кешіктіріп төлеу. Шартпен қарастырылған өтеу мерзімін бұзу. Өтемеу дегеніміз сіздің алған кредиттеріңізді қайтаруға қаржылай мүмкіндігіңіздің болмауы. Қаржылай көмек сіздің әл-ауқатыңыздың артуына ықпал етсін,